Ассаламуалейкум, көпшілік. Менің оқырмандарым, көрермендерім. Бүгінгі тақырыбымыз автоматты ажыратқыштың бетіндегі обозначениялар. Не білдіреді мыналар? Осы туралы өтеміз. Бүгінгі мысалға алып отқан однополисный автоматымыз. Однополисті автоматты ажыратқышымыз 25 амперге. Бұл жердегі обозначенияларды өтетін болайық. Любой автоматта өзінің фирмасының аты тұрады. Одан кейін типі, сериясы. Одан кейінгі мына S деп тұрғанымыз время такого характеристики. Бұлар дейтін бізде B, C, D деп бөлінеді. Үш түрлі әріптер бар. Одан кейінгі 25 деп тұрғанымыз біздің неміз номинальный тогымыз пайдаланылып деп отқан. Одан кейінгі астында жазылып тұрған міне 230-400 вольт деп жазылып тұр. Бұл бізде номинальный напряжениеміз, жоғарғы напряжениеміз. Осындай кернеуге арналған. Одан кейін астында бізде 4500 және 3 деген жазуы бар. Бұл класс тока ограничений. Класс тока ограничений мына 3 деп тұрған міне мысалы. Класс тока ограничений бізде 3 деп тұрған. Бұл жерде бұл бізде 3 түрі бар. 1, 2, 3 деп. Мысалы, бірді алатын болсақ, класс тока ограничения 1, ол осы автоматтың қысқа тұйықталу болған кездегі 1 болып тұрса, жобамен 10 миллисекундтың жобасында айыру керек болады, қысқа тұйықтау кезде. Ал егер 2 деп тұрса, ол жобамен 6 және 10 миллисекундтың арасында қысқа тұйықталуда тезірек ажырататын болады. Ал 3 деп тұрса, мысалға бізде қазір 3, бұл 2 немесе 6 секундтың аралықтарында, миллисекунд аралықтарында, миллисекунд. Соның арасында бұл айырып үлгеру керек болады. Және де мына жердегі 4500 деп тұр, ол 4500 деген біздің короткозамыканияның ең жоғарғы тогы. Осы тоққа келгенде ол обязательно айырады. Негізге ала отырып, негізі любой автоматтың өзінің несі болады? Характеристикалары бәрі фирмасын деп айттым ғой, мына жерде типі да. Осы типі арқылы оны интернетке жазып, интернеттен қарап алуға болады. Болмаса мынандай автоматтар келген кезде коробкасының ішінде өзінің қағазы болады. Сол қағазында барлық информация жазылады. Току короткое замыкание болған кезде қандай токта айырады, және перегруз болған кезде қандай ток перегрузында қандай токта айырады ол, және қандай секундта, неше секундта айыру керек, соның барлық характеристикалардың бәрі өзінің документациясында жазылады. Егер документациясы болмаса, интернеттен мына любой автоматтың өзінің типі болады, сол типін белгілеп қарап қарауға болады. Және де мына жерде айтуға ұмытып кеткенін жатым, кейбір автоматтарда өзінің схемасы салынған болады. Мына жерде міне 1, 2 деп жазып қойған, ол контактілері мына 1 мен 2 схемада. Және автоматтың өзінің ажыратқышы белгісі тұр міне. Үстінде несі колпачок бар, бұл автоматты схемаларда көрсеткен едім осылардың басында. Мына жерде міне мынандай көрсетіліп тұрған бұл не? Қысқа тұйықталуда айыратын нәрсе, короткозамыканияда. Ал мына астындағы 4 болып тұрғанымыз бұл тепловой реле сияқты ғой. Тепловой элементіміз. Ол біздің перегруз кезінде айырады. Бүгінгі сабағымыз осы. Мына автоматтың бетіндегі барлық нәрсе незат білдіретінін жазып қойған. Мына жерде тағы бір айтып кетейін деген нәрсем. Мына время такого характеристики бар ғой, міне S деп тұрғанымыз. S бізде қазіргі кезде оның D дейтін түрлері бар, B дейтін түрлері бар. Бұл кратность. Бұл короткозамыкание болған кезде айыратын кратностьтері. Мысалы, қазір бізде S тұрда, S тұр. S дегеніміз мына 25 амперге 5 немесе 10 кратностьтің аралығында көбейтеміз қысқа тұйықтау болу үшін. D-да 10 мен 20-ның арасында, егерде B тұрса 2 мен 5 кратностьтың арасында короткозамыканияны көбейтеміз.
мысалға алайық. S классы тұр, міне 25 ампер деп тұр. 25 ампер деп тұрса, бұл жерде қысқа тұйықталу болған кезде көп адамдар ойлайды, мысалы, бұл автоматты қоям, 25 ампер тұр. Егер де бір қысқа тұйықталу болған кезде 25 амперден жеткен кезде менің автоматым айырылып қалады деп ойлайды қысқа тұйықталудан. Жоқ, олай емес. Бұл жерде 25 ампер болған кезде де, бойынан 25 ампер ағып жатқан кезде де, бұл автомат айырмайды. Бұл қысқа тұйықталудан айырылу үшін мына S время такой характеристикасы S болып тұр ғой бізде. Біздің S ол 5 пен 10 кратностың аралығында. Әр автоматқа әртүрлі жүреді. Мысалға алайық, бұл жерде 5 деп алайық. Егер де мына жерде короткое замыкание болған кезде 25 амперімізді 5 кратностьқа көбейтеміз. 5 кратность дегеніміз 25-ті 5-ке көбейткен кезде неше ампер шығады тең болғанда, сондай ампер болған кезде ғана бұл қысқа тұйықталудан айырады. Соны білдіреді. B тұрса 2, 3, немесе 5, әртүрлі. Сол 2 мен 5-тің аралығында әр автоматқа әртүрлі жүреді. Бұл нәрселерді мынау S-тің қандай неше кратностьте айыратыны бұл өзінің документациясында жазылған болады. Жап жаңа айтып кеткендей, автоматты ажыратқыштың бетіндегі нәрселерді мен сізге көрсеттім. Қай нәрсенің затқа жауап беретінін. Каналыма тіркеліп жүріңіз, лайктарды басып қойыңыз. Болмаса комментарийда жақсы комментарлар қалдырыңыз. Сұрақтарыңыз болса жазсаңыз болады. Ақылдасуға болады комментарийда.